прокурордың қызын қойшының баласы алды. Осыдан 30 жыл бұрын. Ол баға осыдан 30 жыл бұрын, 25 жылдай бұрын болды. Сосы 98 жылдары болды. Содан үлкен той болып жатыр. Анау прокурордың әйелі енді атын айтпай қойса, жаңағы болынды, толынды, әбден кәдімгі элитамен болған. Мына біздің ауылда жеңгеміз анадан ұялады. Ал екі құда, ер адам атқарып, шаруасы жоқ, прокурор ма, қойшы ма, екеуі балдарымыз бақытты болсын деп құшақтасып. Ана екі әйел бір-бірін тілін таба алмай тұр. Сол уақытта гриль деген тамақ шықты сол кезде. Гриль. Үңірейіп, тауықтың несі? Тауықтың гриль. Сол мынауда құда тұр. Мынауда құдаға екеу төртеу тұр. Тапсыру керек, гриль өтіп жатыр. Даяшыға гриль ұстап тұратыр сол жерде. Ана екі баланы шақырып алдым. Үйленіп жатыр. Қол не де болса тәуекел деп ана даяшыға айттым, бір қол сүтетін әкеп қойдым. Неге өзіміз сындырамыз қойды? Жоқ, мен сындырып берейін. Екі қанатын сындырып алдым да, екі балаға бердім. Әй, құдалар, мына екі бала, екеуінің қанатың. Осы екі бала тарихта қалатын. Осы екі бала сендердің оттарыңды жағатын. Осы екі бала халықтан бата алатын. Сол балалардың құдайым ешқашанда шаршаматсын қанатын деп екеуіне бөліп бердім. Шорт деген гу ете қалды. Ана төс қой енді. Төске екі құданы әкелдім ортаға. Мына тамадалар содан кейін төс қағыстырып, содан кейін шығардым дейді. Сіз негіз гриль төсіне бастаған. Содан шықты екі құда. Содан екі қағат бүйтіп шығып, екеуі де. Мынау екі бала дедім, оларға айттым. Сендердің өмірдегі көшіңіз, осы балдармен өсіңіз. Дүние үшін ешқашан жоғалмасын есіңіз. Тату болсандар мінеки қызық болады, кешіміз. Сондықтан да екеуің төс берейін, жабысып қалсын төсіңіз деп. Екеуіне төс бердім. Екеуі ой тауып кетті. Енді екі құдаға қарасам, екеуі қырғиға бақтау. Құйрық тұр үңірейіп, соны опысып алдым да, екеуіне беріп атырмын. Мына екі баланы қосқан құдайдан келген бұйрық. Мұсылмандар жүреміз бір құдайға сыйынып. Сол құдайды сыйласаң, бақыт тұрады құйылып, халық тұрады жиылып, ел жұртыңыз қарайды балдарыңа сыйынып. Балдар тату болу үшін тату болу керек деп екеуіне ана екеуі күліп жіберді. Ойбай, бізді қатырды. Содан бастап ана екі құдағай қазір көшеде келгенде қазір енді олар немере сүйіп сол сөзіңде әлі айтамыз деп жүр. Оған қазір 30 жыл уақыт болды айтылғанына. Әне осындай ғой сөз деген. Аузының дуасы ғой енді. Аузының дуасы ғой. Мен оған неғып тұрамыз жоқ, өзімді әулие екен деп тұрамыз жоқ.